Әлемде талай қызықтар бар. Тіпті ешқашан естімеген нәрсені естіп, таңдай қағып, таң қалып жатамыз. Бүгін біз сіздерге бір топ қызықты деректі ұсынамыз. Тиіндер емен жанған қайда көмгенін ұмытқандықтан жыл сайын жүздеген ағаштар өседі екен. Біз әр 2 минутта 20 ғасырда түскен суреттен көп есе суретке түседі екенбіз. Египет пирамидасы салынып болғаннан 1000 жыл өткен соң ғана мамонт жер бетінен жойылған екен. Сатурн мен Юпитер планетасында алмас жаңбыр жауады екен. Ал сіз 8 аяқта 2 жүрек бар екенін білер ме едіңіз? Ғалымдардың айтуы бойынша кейбір 8 аяқтарда 3 жүрек те бар екен. Адам өмір бойы өсірген шашы 725 шақырымға дейін жетер екен. Ең ірі жолбарыс Уссури жолбарысы екенін білесіз бе? Жолбарыстың биіктігі 115 см, ал денесінің ұзындығы 3 метрге жетеді. Салмағы 280 кг құрайды. Балықтардың есте сақтау қабілеті 3 секундтан артық аспайды екен. Дельфиндер бір көзін ашып ұйықтайды екен. Үлкендеу пілдің салмағы орташа киттің тіліндей ақ болар екен. Адам мен бананның ДНК-сы 50%-ға ұқсас. Жылына 2000-нен астам солақайлар қаза болады, себебі олар оңақайларға арналған тетікті басудан қателеседі. Шамамен 365 миллион адамда компьютер бар, ал жер шарының 40% тұрғыны телефонды әлі көрмеген. Статистикаға сүйенсек, Мұхаммед есімі ең көп қойылатын есім. Әлемде әр 3 секунд сайын дүниеге нәресте келеді. Орташа есеппен алсақ, балалар күніне 400 рет, ал ересек адамдар 15 рет қана күледі. Статистикаға сүйенсек, миллионерлердің 35% аптасына шамамен 45-55 сағат қаржылы еңбектенеді, ал қарапайым адам 40 сағат жұмыс істейді екен. Чарльз Осборн есімді жігіт 69 жыл тоқтамастан ықылық атқан. Америкада ең ауыр жұмыс Аляскеде шаян аулау болып табылады екен. Әр күні шамамен 65 адам миллионер атанады. Ең кішкентай бойлы адамдар жапондар. Адам өмірінің соңына дейін орта есеппен 150 триллион бит ақпаратты кино лентасындай көз алдынан өткізеді. 1983 жылы бала туылмаған ел Ватикан елі екен. Адам ағзасының барлық темірін қосатын болсақ, кішкене ғана сағаттың бұранысындай темір шығады. Әлемде талай қызықтар көп. Ең бірінші болып көргіңіз келсе, каналға жазылыңыз және де колокольчикті басыңыз. Лайк басуды ұмытып кетпеңіз. Сіздермен бірге ТК каналы.